Әже, үйге келдік. Шаршаған жоқсыз ба? Мен жай жүремін деп ақ шаршаймын ше. Демалып алсаңызшы шамалы. Күні бойы жұмыстасыз. Складта жұмыс жасау деген өте қиын ғой, әже. Маған жұмыс істейін десем істетпейсіз. Жоға, қызым, сен өзің сабағыңды оқы. Мен бәріне үлгерем, менің шамам жетеді. Мен сені оқытамын, күшті жерге оқуға түсіретін боламын. Келіп отыр, бүгін не істедің? Суретті сосын саласың, кесей. Қазір әже, шамалы бір-екі қолымды қимылдатып жүрейінші дегенім ғой. Әже, осы менің әке-шешем қайда? Олар туралы мүлдем айтпайсыз ғой. Менің білгім келеді. Достарым сұрайды менен, әке-шешең қайда? Неге әжеңмен тұрасың деп. Кейін уақыты келгенде айтармын, қызым. Қазір мен сыртқа шығып келейінші. Әже, қайда кеттіңіз? Әже. Сенің әжеңнің қарыздары бар, үстінен шағым түсті. Сол үшін мен оны алып кетуім керек. Әже, жоқ. Мен қалай өмір сүремін, әже? Әже. Қызым, енді сен өзіңе қарай тұр, я? Мен келем дегенше. Біреу менің үстімнен жала жапқан секілді. Жоқ, әже, бұлай болмайды ғой. Мен қалай өмір сүремін, мен сізге әбден сеніп қалғанмын ғой. Әжеңді шығарып алғың келсе, ақша төлеп сосын подзалог шығарып алсаң болады. Оған дейін әжең менімен бірге барады. Қызым, үйге кір, я? Үйді құлыптап жүр бір жерге шыққан кезде. Үйді тонап кетпесін. Азын-аулақ сенің оқуыңа жинаған ақшамыз бар. Оны маған жұмсаушы болма. Мен өзім бір жерде бірдеңені тауып өзім шығармын. Бірдеңеден бірдеңені құрастырармын. Сен уайымдама, жарай ма? Әже, болмайды ғой олай. Әже. Әжека, кетпеші, мен тастамашы, әже. Қызым, үйге қарап қой, өзіңе қара. Мені уайымдама. Әже, бұл қалай болғаны? Әжені шығарып алуға ақша табуым керек, тез. Үйде сейфте ақша бар деп еді ғой. Соны көріп келейінші. Әжесіз қалай өмір сүрем? Бұл ақша жетпейді ғой. Бұл азғантай ғана ғой. Әжеме көмектесуім керек. Осы күнге дейін мені бақты ғой. Осы күнге дейін мені өсірді. Мен әжеме көмектесуім керек. Басқа вариант жоқ. Керек болса 3-4 жерде жұмыс істеймін. Бірақ бүгін шаршап тұрмын. Кештен таң жақсы дейді ғой. Таңертең бір реті болар. Шамалы ұйықтау керек сияқты. А то миым ашып кетті ғой. Тұрып, қой өз-өзімді реттейін, жұмыс іздейін. Подработка табуым керек. Менің әкем де мүмкін осындай 3 ақ айдайды мекен. Әжем айтпады ғой менің әке-шешемнің қайда екенін. Неге мені тастап кеткенін. Жұмыс іздеу керек, жұмыс. Осы продуктовый магазинде жұмыс бар еді. Өзімше менсінбей кетіп ем алдында. Ағай, мен жұмысқа алыңызшы, ағай. Жарайды, бірақ уақытылы келіп, уақытылы қайт. Жарайды, ағай. Көп сұранушы болма жұмыстан. Жарайды, мен қайда сұранамын өзі. Енді клиенттер көп келсе, я. Клиенттер көп келсе, бонус түседі ғой маған. Магазинге ешкім келмей ма, не?
Оу, халқым, қайдасыңдар? Дүкенге келсеңдерші, продукт алсаңдаршы. Іштен реттеп қояйын, қисық тұрған жерлерін түзетіп. Бастық келсе, әдемі қылып ұстап отқанымды көрсе, бонусымды көбейтетін шығар. Өлі, ешкім жоқ па не? Дүкенге ешкім келмей ма не бұл жақта? Жарайды, дүкеннің ішінде жүре тұрайын, я? Может, кеп қалар. Дүкеннің жабылуына дейін біраз уақыт бар. Міне, покупательдер келді, сатып алушылар. Алақай. Қайырлы күн баршаңызға. Алып болғаннан кейін кассаға келіп, ақшасын төлеуді ұмытып кетпеңіздер. А то бастығым менің ойбай, ақшамнан ұстап қалады, айлығымнан, бонустарым бермейді. Саламатсыз ба? Сізден барлығы 2500 теңгедей болады. Алақай, дүкеннен шықтым, бүгінгі күнді жақсы жаптым. Енді мына жақтағы екінші жұмыстарыма келіп, құжаттарымды өткізіп кетейін. Аз да болса, бұл жақтан тапқан пайдам әжемді босатуға жинала береді ғой, әйтеуір. Аз көп деп таңдап тұратын менде қазір возможность болмай жатыр. Тез ана пиццериядағы мусорларды реттеп жүрейін. Сонымен бүгіндікке осы жұмыстарыммен аяқтаймын дейме. Алақай, бүгінгі күннің жұмысын бітірдім, наконец-то. Үйге қайту керек енді. Бірақ ертең де қайтып келем осы жаққа. Ақша жинай аладым екен, әжемді шығара аламын екен. Жарайды, енді қалған кейін көре жатармыз енді. Бүйтіп мұңға батып отқаным тағы болмас. Қой, қайтайын, үйге қайтайыншы. Үйге барып демалмасам бар ғой. Аяқ қолым талып қалды ғой бүгін. Қайта дүкенге де адамдар көп келіп, жақсы сауда жасадым. Енді өзім түрімді шамалы реттейінші, суға түсіп. Ой, бір селіп қалдым ғой. Так. Әже мені күтіп отыратын еді үйде сабақтан келгенде. Әжемді сағынып қалдым ғой. Әжемнің жағдайы жақсы ма екен? Бірге әңгіме етіп, кино көріп отыратын едік қой. Мен жылағанмен әже қайтып келмейді дейсіз, одан да ақшаларымды реттестіріп, шығарып алуым керек. Бірақ кейде мен де біреу көмектессе екен деп ойлайсың ғой, көмектесіп, жағдайым жасап берсе. Енді тез жатып ұйықтамасам ертеңге күш жинай алмай қаламын. Ой, мынау кім тағы да? Сәлем. Бұл мен құрбым екен ғой. Сәлем, қалайсың? Кіммен жүрсің? Қасыңдағы кім? Сәлем, ол менің сестренкам ғой. Саған келіп қалдық енді. Жарайды, онда қонақ болыңдар. Анау кішкентай екен өзі. Қай жетті өткізіп, рұқсат сұрауды білмейді ма? Ойба, шулайды ғой ұзын.
Yok ketті өзі. Мен ұйықтайын деп жатырмын негізі, ше демалып. Кешір. Үйде бір жағдай болып қалып, ата-анаммен ұрысып қалдым. Сенің қасыңда жүре тұрайыншы шамалы. Ақыры жалғыз өзің ғой, маған сестренкамда еріп келді сөйтіп. Жарайды, онда отыра тұр шамалы. Неше күн қонасың? Қонуға келдің ба өзі? Я, қонайыншы сен қасыңа. Жалғыз өзің қорқатын шығарсың. Серік болам қасыңа. Жарайды, бірақ мен үйде болмаймын. Мен азаннан кешке дейін қазір жұмыс істеп жатырмын. Сабақ ше? Сабаққа бармай жүрсің ғой? Апайлар іздеп жатыр сені. Сабаққа баратын қазір менде вообще мүмкіндік жоқ. Может, демалыс алармын сабақтан. Сабақты әзір қоя тұрамын ау деймін. Ой, олай болмайды ғой. Бізде уже 3-ші курс сабақ аяқталады ғой. Аяқталатын кезде демалысқа академическийге шыққаның қиын ғой. Енді басқа амалым болмай тұр ғой. Жарайды, енді ол өзің проблемаң ғой. Қайда кеттің? Мен жұмысқа баруым керек. Таң атпай ма? Ұйықтап үлгіргенде жоқсың ғой. Енді басқа вариант жоқ енді. Ай, көрші ағай, мен жұмыс жаққа апарып тастайсыз ба? Ағай, алып кетіңізші мені. Жарайды, сен үйде қала бер, я? Жарайды, мен үйде болам ғой. Ой, байнақым, көршілері крутой екен, я, машиналар жанды. Ладно, мен үйге кіре тұрайыншы. Ағай, рахмет, осы жерден түсіп алсам болады. Магазинге кіресіз ба? Мына жақта жұмыс бар ма екен? Тоже подрабатывать ету керек қой маған уже. Подработка көбейген сайын шаршаймын, бірақ енді ақша да көбейеді ғой ол кезде. Мына жақта бірақ айлығы аз дейді ғой. Қой, одан да кешегі өзім магазиніме барайыншы. Сол жақтан жақсы бонустар аламын әйтеуір. Сол өзім продуктовый магазинде тұра беремін ғой деймін. Я өзімнің магазиніме жететін ештеңе жоқ. Үйреніп қалған осы жерден жұмыс әзір жасай тұрамын ғой деймін. Әжемді қатты сағынып кеттім ше. Бастық келем дегенше мынаның бәрін реттеп қою керек. Холодильниктердің аузын жауып, ішіне заттарын салып, түйіндеп. Бәрі шашылып жатыр ғой, бардақ болып. Бүгінде клиенттер жақсы келіп, сауда жақсы болып кетсе, я. Айдың соңында премия береді. Осылай тұрып, бір күнімде өтіп кетті ма уже. Қой, қайтайын үйге қарай. Уже біраз уақыт болып қалыпты. Мәна жерлерде подработка тұруға болады екен, я. Сырттарына жазып қоймапты екен. Жұмысшы керек деп. Жоқ екен, я. Ешқайсысынан орын жоқ уже. Қой, үйге қарай қайтайын онда. Әжемді дейсіз шығарып алу керек еді. Оны неге вообще түрмеге алып кетті өзі? Ештеңе айтпады. Тек біреу жала жапты депті. Жұмыс деген үйінде ақша ұрланғанда менің әжемді ұстап жүре салды ау деймін ше. Қазір адамдар жаман, я. Ойбай, келдің ба? Қайда болдың? Бүгін үйде болдың ба өзі? Жоқ, сабаққа барып келдім ғой. Білесің ба, бүгін бізде күшті бір ағайлар келіп сабақ берді ғой. Білмеймін. Мен азаннан кешке дейін магазинде болдым.
мынау немене болып кеткен, барлығы кіріп шығып, менің үйімді общага қылып жүрдің ғой. Ой, кешірші, просто бір күн ғана боламыз дедім ғой. Жарайды, өздерің біліңдерші. Әйтеуір үйімнен қуып шықпасаңдар болар. Мен шамалы демалуым керек, өйткені ертең таңертең қайтадан жұмысқа бар. Мен өзім демала беремін, а то ертеңге энергиям жетпей қалады. Шулай бермеңдер, я? Жарайды. Бір жерге бар, қыдыр қайтамыз ба десем. Мәне шу болып кетті төменде. Наугым тағы. Сене бүкіл туысқандарыңды алып келіп алғансың ба? Мамасы қайда бұл қыздың? Білмеймін ғой, үйде бізде ше бәрі ұрса береді, сосын шығып кеткенбіз ғой. Жарайды, мен шамалы сурет салып демалам ба десем, шулап кеттіңдер ғой. Алмамды жеп алайын. Жұмысыма кетейін сосын. Үйді шашып тастамаңдар. Жарайды, өзіміз жинаймыз ғой. Ладно, пока. Ойбай, наугам кеп тұрған. Үйге ұры түсті ма? Ұры кеп тұр ғой, не істейміз? Үйдің ішіне кіріп кетіпті ғой, менің бүкіл сейфтегі ақшам. Әжеме деген жинап отыр едім ғой. Блин, бұл қаяқтан кіріп шықты. Тез, гайге звондаңдар, полиция шақырыңдар. Тезет. Мен бұны жібермей ұстайып тұрам. Жарайды, күте тұр. Менің ақшамды қайтар, тез. Көмектесіңдер. Бердем менің ақшамды, ол менікі ғой. Қайда қашып кетті мынау? Біз ақшамызды таба аламыз ба енді? Өзім проблемам аздай болды. Ақшаны жинап көбейте алмай жатқанда. Енді не істеймін? Құрбам, уайымдамашы, ренжімеші. Есікті ашық қалдырғанбыз ғой негізі. Ренжімеші, ештеңе болмайды. Жаспыз ғой әлі. Жас болған менің әжем кәрі кісі ғой, оны ертерек шығарып алмасам, білмеймін ғой, ол жақта қалай қарайтынын. Ладно, не болса да жұмысқа барам, басқа вариант жоқ қой. Бастығымнан тағы қарызға ақша сұрап көрсем, берем екен. Алдыңғы жолы енді сұрасаң жұмыстан шығарам деген. Бірінен кейін бірі проблемаларымыз көбейіп кетті ғой. Маған тағы да қосымша жұмыс табу керек, срочно, аты болмайды бұл жерден. Жалғыз бұл жердің айлығына қарап отырсам, мен ақшаны биыл жинап болмайым ғой. Бүгінгі күнім барлығы уайымдаумен өтті ғой. Отчеттардың барлығын жауап үйге қайтайыншы ертерек. Ойбай, не олатыр мына жерде? Менің үйімді точно общага қылдың ғой сен. Кешірші, менің құрбыларым келіп қалып еді ғой. Өзің білші енді. Бірақ болмайды ғой бұлай. Кешірші, осы соңғы рет шақырғаным құрбыларымды. Бұдан кейін сенің рұқсатынсыз ешкім шақырмаймын. Ладно, өзің білші, мен шамалы демалмасам. Бүгінгі күнім ауыр болып кетті ғой, с утра үйге ұры кірді. Ақшамыздың бәрін алып кетті, оны ұстаған жоқпыз әлі. Ойбай, мен мұждыңдар. Нағыз жылап жүр ғой, жұбатсаңдаршы. Сестренкаңды алып келдің ба, қарамайсың ба? Көнбей жатыр енді менің айтқаныма ше. Жылай береді. Конечно, көнбейді, шамал еркелетіп, тамақ беріп сөйтпейсің ба? Ой, бұл целый день менің қаным түсті, так-то жылай береді, сабақта отырсам да. Неменеге үйге қайтпай жүрген? Мен қайдан білейін, сенің сестренкің ғой енді. Әлі жылап жүрмін, шынымен қоймайды екен жылаған.
Ладно, көресіңдер ғой, иә. Мен демала беремін. Шуламандар, үйді қоймаңдар, өздерің жинайсыңдар. Достар, әжемен не болғанын білгілеріңіз келсе, екінші бөлімін күтіңіздер. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.